Қазақстандағы діни толеранттылық және конфессияаралық келісім. Қазақстан көптеген ұлт пен дін өкілдері бейбіт өмір сүріп жатқан көп конфессиялы мемлекет. Елдегі діни толеранттылық пен конфессияаралық келісімнің сақталуы тұрақтылық пен дамудың басты шарттарының бірі. Қазақстанда діни төзімділікті сақтау және зайырлық қағидаттарын дәріптеу үшін арнайы мемлекеттік саясат жүргізілуде. Діни толеранттылық бүгінгі күнгі дін саласындағы негізгі мәселелердің бірі. Басқаның дініне, сеніміне құрметпен қарау адам баласының негізгі қағидаттарының бірі болуы тиіс. Әлемнің кейбір елдерінде толеранттылық принципі дағдарысқа ұшырап, ел ішінде үлкен лаң туғызып, мемлекеттік діңгектің құлауына себепкер болып жатқан жайттер кездесуде. Ел ішінде бір-бірінің дініне құрметсіздік танытып, үлкен қарулы қақтығыстарға барып, адамдардың қайтыс болуына себеп болуда. Бірақ бұлай зиян тигізу қандай да бір діннің діттегені немесе ұстанымы емес. Әлемдік аренада Қазақстанды толерантты мемлекет ретінде таниды. Еліміздің азаматтары қандай дінге сену, сенбеуі, діни жоралғыларды атқаруға конституциялық кепілдік берген. Қазақстандағы діни толеранттылық негіздері: зайырлы мемлекет ұстанымы. Қазақстанда дін мемлекеттен бөлек болғанымен, оның қызметі заңмен реттеледі. Конституциялық құқықтар. Қазақстан Республикасы Конституциясы бойынша әр азаматтың діни сенім бостандығына құқығы бар. Қазақстан Халқы Ассамблеясы әртүрлі ұлттар мен этностардың өзара келісімін нығайтуға ықпал етеді. Әлемдік және дәстүрлі діндер съезі Қазақстанның халықаралық деңгейде дінаралық диалогты дамытуға қосқан үлесі. Қазақстандағы конфессияаралық келісімнің маңызы: әртүрлі діни конфессиялардың бейбіт қатар өмір сүруін қамтамасыз етеді, қоғамдағы тұрақтылық пен ұлттық бірлікті сақтауға көмектеседі. Экстремизм мен радикализмге қарсы күрестің маңызды факторы болып табылады. Әлеуметтік және мәдени әртүрлілікті дамытуға ықпал етеді. Діни толеранттылыққа төнетін қауіптер: діни радикализм мен экстремизм. Кейбір топтар қоғамдағы тұрақтылыққа қауіп төндіруі мүмкін. Деструктивті немесе жат ағым ықпалы. Кейбір ағымдар Қазақстанның дәстүрлі мәдениеті мен діндеріне қайшы келуі мүмкін. Әлеуметтік желілер мен интернеттегі жалған діни ақпараттар радикалды идеялардың таралуына себеп болуы мүмкін. Дін мен саясаттың араласуы. Дінді саяси мақсатта пайдалануға ұмтылатын топтар бар. Діни толеранттылықты нығайту жолдары: діни сауаттылықты арттыру, жастарға дұрыс діни білім беру арқылы радикалды идеологияның алдын алу, мемлекеттік және діни ұйымдардың өзара серіктестігін күшейту, діни бірлестіктер мен үкімет арасындағы ашық диалогты дамыту, ақпараттық саясатты күшейту, бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде діни төзімділік туралы дұрыс ақпарат тарату, дінаралық диалогты дамыту, түрлі конфессия өкілдері арасындағы өзара түсіністікті арттыруға бағытталған іс-шаралар өткізу.